Абайды тану арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс деген біздің бірінші елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Көп адам дүниеге бой алдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге болама, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған. Балабақшамыздың ең белсенді деген ата-аналары бүгін біздермен бірге. Құрметті ата-аналар, енді Абай Құнанбаевтың шығармашылығымен барлығымыз бөлісіп отырайық, балалардың өнерін тамашалайық. Сондықтан барлықтарыңызға кітап оқуға шақырамын. Біздің жалпы сіздерге алып келген кітаптарға азғантай сіздерге мағлұмат беріп кетейін. Абай Құнанбаевтың өзінің шығармаларына арналған Абай деп аталатын шығармасы. Бұл шығармада бүкіл Абайдың өлеңдері берілген, қара сөздері берілген бұл кітаптың ішінде. Отан отбасынан басталады. Отбасы тәрбиеден басталады. Тәрбие анадан басталады. Абай Құнанбаев атамыздың 14-ші қара сөзі. Абай тірі адамның жүктен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүкті кісі дегені, батыр кісі дегені. Онан басқа жүктің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Абай Құнанбаев атамыздың 14-ші қара сөзі. Адам туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, тәрбие ескерсе, дүниедегі жақсы жамандық таниды дағы. Говорит ей муравей: да давай, голубчик, было мягких муравах у нас, песни резвые всякий час, так что голову скружила. Ах так, ты! Я без души, лето. Абай Құнанбаев өзінің ауылының тобықты ұруының иттеріне таланған бейбақ болды заманында. Заманы оның зар болды, заманы өте тар болды. Ол елді, халықты, айналасындағыларды ағартушылыққа, білімге, ілімге бағыттады. Бірақ оған өзінің ұруластары, айналасы көнбеді. Абай атамыз қоғамды, заманды өзгерткелі, оның кейін табылған өлеңдерінің бірі домбыраға қол соқпа. Домбыраға қол соқпа, шымырлатып бір-бірлеп, жүрегім соқпа, кел тоқта, жас келер көзге жүр-жүрлеп. Қайғылы көңілім қайдағы, бұрынғымды жаңғыртар, қайратталып бойдағы басымды қайғы қаңғыртар. Білімдіден шыққан сөз, авторы Абай Құнанбаев. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кеш, нұрын, шырын көруге, көкірегінде болсын көз. Жүгайна, күл ояу, сөз тыңдамаш, ол баяу, өз өнері торттаяу, оқпасын ба сөзді тез. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кестермедім. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиынынан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Неограниченный был человек, хотя его среда, и где он жил, где общался, люди ограниченные были. Действительно, ну что там, животноводы там в степях. Но вокруг него очень большая была эта школа. Его родственники, его дети, племянники. Ауылдың
абайдай болсын, тура жолда болсын, дана болсын бәрі. Ой, Тек рахмет. еліміз тыныш болсын. рахмет. Осымен құрметті ата-аналар, қонақтар, біздің де шығармашылық кеш өз мәресіне жетті. Сіздерге тағы да мың алғыс білдіргім келеді. Баланың тәрбиесіне қосқан үлестеріңіз үшін. Осындай кештерде, әдемі шығармашылық кештерде, әдеби кештерде кездесе берейік.